Сәлем достар, жеңіл желпі кешкі ас дайындаймыз. Кеттік. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, оған қара бұрыш, тұзымызды салып, үстіне пиязымызды салып, жуамызды, томатымызды саламыз, сәбізімізді салып, картошкамызды салып, осылай тез қуырып аламыз. Үстіне морозилкадан болгар бұрышын салып жіберіп қуырамыз. Қуырған соң суымызды құйып, осылай дайындап аламыз. Күрішімізді суға алдын ала малып қоямыз. Дайын күрішімізді осылай қызып тұрған табаға майды жағып, күрішімізді үстінен саламыз. Неге аз-маз қуырып, су құйып, бұқтырып, дайындап, тура осындай жеңіл желпі кешкі ас дайындап тастаймыз.